Эволюцияның ең кең танымал анатомиялық дәлелдемесі омыртқалардың аяқ-қол құрылымдарының ұқсастығы. Мысалы, барлық омыртқалылардың қолы иық сүйегінен, кәрі жіліктен, шынтақ сүйегінен, білезік сүйегінен, саусақ сүйегінен және бақайдан тұрады. Қолдың әртүрлі болуы ағзалардың әртүрлі қозғалыстың түріне бейімделуіне байланысты пайда болған. Құрылымы ұқсас және шығу тегі ортақ мүшелер гомологиялық, ал олардың әртүрлі бағытта дамуының үдерісі дивергенция деп аталады. Конвергенция дивергенцияға қарама-қарсы құбылыс болып табылады. Ол бірдей қоршаған ортадағы тіршілікке жауап ретіндегі ағзалардың кейбір белгілерінің бір жақтылығын білдіреді. Балықтардың сүйірленіп келген пішіні және жүзбе қанаттарының болуы, құстарда және жүзетін сүтқоректілерде жарғақты аяқтарының болуы конвергенцияның мысалы бола алады. Атқаратын қызметтері ұқсас, бірақ шығу тегі әртүрлі мүшелер аналогиялық мүшелер деп аталады. Мысалы, құстардың қанаттары және жәндіктердің қанаттары.